Армысыздар, тікелей эфирде 7-7 News, студияда Замат Серікұлы. Алдымен аңдатпа. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес өкілі болып сайланды. Бас ассамблеяда өткен дауыс беру нәтижесінде еліміз 129 мемлекеттің қолдауына ие болды. Енді Қазақстан мүшеліктегі жұмысын 1 қыркүйекте бастамақ. Кәсіпкерлер құқығы жіті назарда. Бүгін кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі республикалық кеңестің 34-ші отырысы өтті. Келелі жиында бизнесті күштеп тартып алу, қысым көрсету деректерін болдырмау, алдын алу мәселелері қаралды. Қарағандыда теракт ұйымдастырылмақ болды. Абырой болғанда лаңкестік топтың әрекеті әшкере боп қолға түсті. Қазақстан алғаш рет 2017-2018 жылдар аралығында Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өткен дауыс беру нәтижесінде Қазақстан 193 дауыстың 138-не ие болды. Қазақстан сайлаудағы басты бәсекелесі Таиланд елінен 55 дауысқа басым түскен. Айта кетейік, Азия тынық мұхиты аймағы мемлекеттері атынан бірінші орынға Қазақстан және Таиланд елдері таласқан болатын. Таиланд 1985-1986 жылдар аралығында аталған ұйымның құрамына кірген екен. Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне 15 мемлекет мүшелік етеді. Өткен жылы бұл қызметті Мысыр, Сенегал, Украина, Уругвай және Жапония елдері атқарған болатын. Ұлыбритания, Қытай Халық Республикасы, Франция, Ресей Федерациясы және Америка құрама штаттары кеңестің тұрақты мүшелері. Одан бөлек 10 тұрақты емес мүше мемлекетті бас ассамблея 2 жылға сайлайды. Әр жыл сайын оның бесеуі жаңарып отырады. Еліміз Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 2017-2018 жылдардағы тұрақты емес мүшелері құрамына енді. Бұл кеңес Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысымен халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздіктің басты жауапкершілігі жүктелген тұрақты жұмыс жасайтын орган. Бізге әлемдік қоғамдастықтың мұндай сенім көрсетуі мемлекетіміздің қарқынды дамуына және береке бірлігімізге де байланысты. Облыстағы әдеп жөніндегі кеңес өзінің қызметтік міндеттерін атқаруда. Мұндағы мақсат сыбайластықты болдырмау. Алайда айламалын асырып жүргендер жетерлік. Облыстық мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаменттің басшысы Болат Исақов әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында осылай деді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Қордай ауданы әкімінің орынбасары және аудандық сәулет құрылыс бөлімінің басшысына қатысты істер қаралды. Мұнда бірқатар заң бұзушылық орын алғаны белгілі болды. Ашып айтсақ, аудан әкімінің орынбасары Болат Саниязов пен аудандық сәулет құрылыс бөлімінің басшысы Дамир Жаманбаев жер заңнамасының талаптарын және жер учаскелерін жалға беруде конкурстар ұйымдастыру мен өткізу ережесін сақтамағандығы анықталыпты. Қызметін асыра пайдаланған мемлекеттік қызметкерлер әдеп кодексіне сай емес іс-әрекетке барғанын мойындап отыр. Бұл фактіге қарсы айтар уәжі жоқ. Кеңес мүшелері мәселемен егжей-тегжейлі таныса келе бір ауыздан шешім қабылдап ескерту жасады. Оның сөзіне қарағанда ол өзі қандай құжатқа қол қойып жатқанын білмейді. Ол маңызды ма, маңызсыз ба? Осы үшін де оны жұмыстан босатуға болар еді. Дегенмен шешім қабылданып қойды. Кәсіпкерлер құқығы жіті назарда. Бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанындағы кәсіпкерлер құқығын қорғау жөнінде шаһарымызда бірлескен кеңес өткізілді. Ағымдағы мәселе бизнесті күштеп тартып алу жағдайына тосқауыл қою. Жиын республика бойынша осымен 34-ші рет өтуде. Күн тәртібінде мемлекеттік құрылым мен кәсіпкерлік арасындағы тығыз байланысты орнату мен шағын және орта бизнес кәсіпкерлеріне барынша қолдау көрсету. Рейдерлік әрекетке қарсы жиынға Қазақстан кәсіпкерлерінің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Балымбетов пен ұлттық кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінің төрағасы Ғани Қасымов қатысты. Рейдерлік әрекетті әшкерелеу мақсатында жауапты мекеме бас прокуратура мен қаржы министрлігімен тығыз байланыс орнатып келеді. Сондай-ақ кеңес отырысында 2014-2015 жылдарға арналған субсидиялау тәртібі, құрылыс және бизнес пен билік арасындағы қарым-қатынас кеңінен талқыланды. Бұл үлкен жоба, мәселе барлық жерде бар. Өзекті Жамбыл облысындағы кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын біршама жұмыстар жасалып жатыр. Біз келіп түскен барлық арыз шағымдарды қарастырдық.
Осыған сәйкес нақты ұйғарымдарды ортаға салып отырмыз. Ал бұл мәселелер бір ғана кәсіпкерді емес, жалпы республика бойынша кәсіпкерлерді қамтиды. Сол себепті барынша жұмысты тыңғылықты атқаруға шақырамыз. Негізі жалпы облыс республика бойынша бүгінде жұмыстар оң нәтиже беріп келеді. Алайда тым жақсы деп айта алмаймыз. Жиын барысында кеңес төрағасы есепті мерзімге сәйкес өңіріміздегі кәсіпкерлік саласы тиынша тыңғылықты жүріп жатқанын баса айтты. Бас назарда екпіні қарқынды алып бизнес өкілдеріне емес, шағын және орта кәсіпкерлердің құқығын қорғау, дамыту керектігіне тоқталды. Себебі кәсіпкерлер палатасына арыз шағымдардың дені әлі аяғынан тік тұрмаған кішігірім кәсіпорындардан түседі. Солардың қатарында аграр да бар. Бүгінде аймақта 2210 шаруа қожалығы тіркеліп, 17000 фермер жұмыс істеп келеді. Ауыл гүлденбесе еліміз ілгері баспайтындығын айтқан кеңес төрағасы нәпақасын жерандан айырғандарға айрықша көңіл бөліп, демеу керектігін баса айтты. Негізгі мәселелерді тендер анықтау қажет. Мәселені асқана ашу десек, аумағы осындай мына кезде басталады және аяқталады деп айту керек. Бастапқы шаршы метрі 500 теңгеден басталады деп айтады. Мысалы, осыған бизнесмендер әу баста өздері қатысып анықтау керек. Бір кабинетте отырып алып баға бекіту мүмкін емес қой. Сол себепті 30 мың десек, бұл көрсеткіш Тараз қаласына сәйкес болуы мүмкін. Алайда аудандардың, кей аймақтардың кәсіпкерлердің мүмкіндігі болмауы мүмкін. Оны әр кәсіпкер әу баста өздері бекітіп алу керек. Сонымен кеңесте бизнеске қатысты бүгінгі өзекті проблемалар мен оларды шешу жолдары барынша айтылды. Кәсіпкерлікті бастаймын деген кісінің ең алдымен жер учаскесін және мемлекеттік актіні алу мәселесі шығады. Мұнан соң субсидияға қол жеткізу де оңай емес. Осында түйткілдің түйінін шешу үшін шағым иелерімен жеке-жеке нақтырақ сөйлесіп, құқықтық көмек беру қажет. Айта кетейік, бүгінде облыста 17 мыңға жуық үлкенді кішілі кәсіпкерлік тіркелген. Былтырғы жылы рейдерлік әрекет бойынша 9 іс қаралып, тек біреу сотқа жіберілген. Осындай көшпелі кеңесінде мақсат айқын. Мұнда айтылған мәселелер алдағы уақытта кезең-кезеңмен шешімін таппақ. Нұрлан Асқар, Серік Тәжібаев, 7-7 News. Ел егемендігіне 25 жыл толса да мемлекеттік мекеме маңдайшаларындағы қателіктерден көз сүрінеді. Ең сорақысы атақты есімдердің қазақ тілінде жазылуы дұрыс емес. Бұл туралы бүгін облыстық ономастикалық комиссияның кезекті отырысында айтылды. Кемшіліктер қашан ретке келеді, олқылықтың орнын толтыруға жауапты кімдер? Толығырақ тілші тарқатсын. Өткен жылдың қараша айында облыс әкімдігі жанындағы ономастика комиссиясы аудандарды аралап, мемлекеттік мекемелер мен көше атауларының дұрыс жазылуын тексерген болатын. Қателіктер шаш етектен. Мекеме тақтайшаларындағы жазу әділет басқармасы бекіткен үлгіге сай емес. Көше атаулары әлі де бірізділікке түспеген. 2015 жылғы 28 желтоқсандағы облыстық ономастика комиссиясы отырысының нөмір 3 хаттамалық тапсырмасын толық орындамаған үшін Байзақ, Меркі, Рысқұлов, Мойынқұм, Сарысу, Шу аудандарының ономастикалық ахуалына жауапты аудан әкімдерінің орынбасарларына қатаң сөгіс беру туралы тапсырма берілген болатын. Бұл тапсырманың барлығы ерғанат нұрбапал орындалды. 2015 жылғы және 2016 жылғы 1 тоқсанда өткен ономастика мәселесі жөніндегі жұмысшы топ отырысының хаттамалары әзірленген, бірақ оған төрағасы қол қойылмаған, хатшысының қолы қойылмаған, аудандарға жолданбаған, яғни жұмыс жүргізілмеген. Шу ауданында 166 мемлекеттік мекеме болса, оның 65-інде қаулы талаптары сақталмаған. Сондай-ақ 24 мектептің тақтайшасында қателіктер бар. Ал денсаулық сақтау, тұрғын үй мекемелерінің маңдайшалары ескірген. Шу аудан әкімдігі жанындағы ономастика мәселесі жөніндегі жұмысшы топтың ережесі комиссия құрамы 2015-2016 жылдарға арналған жұмыс жоспары бекітілген, жұмыс жоспарына сәйкес жұмыстар атқарылған. Шу аудан әкімдігінде бағынысы 162 мемлекеттік мекеменің 65-інде 1371 қаулы талаптары сақталмаған. Тартысқа ұласқан жиында сөз алған комиссия мүшелері тірліктің тез арада тіктелуін талап етті. Сала басшыларынан бастап аудан әкімдері немқұрайлықты қойып, ономастикалық ахуал ретке келуі тиіс делінді. Ономастикалық комиссияның Шу аудандағы тексерісінен кейін ағымдағы жылы бір ғана отырыс өтіпті. Десек те бірқатар ескертулер ескерілген. Қонаев ауылы әкімі аппаратының маңдайшасында тұлғаның тегі жазылып, есімі жазылмағандығы айтылды. Мұнда мекеменің маңдайшасы әділет органдарына тіркелген анықтамасына сәйкестендірілгендігін атап өту жөн. Ал Көкқайнар жаңа қоғам ауылдық округтеріндегі орын алған кемшіліктер қалыпқа келтірілді. Оның бір мерзімі бар ма? Қашан бітеді бұл? Жалғастыра бергенде бесконечно кете беруге болады ғой. Сен мынау аншлагымен басқамен жүре бересіңдер ғой. Бұл бір шегі болу керек қой бұның. 25 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға.
Сендер енді тағы бір 25 жүргізейін деп отырсыңдар ма? Шу ауданындағы ономастикалық ахуалдың ретке келтірілуіне 3 миллион теңге бөлінген. Алайда бұл қаражатқа грамматикалық қателердің түбегейлі дұрысталуы қажет екендігінен баяндамашының өзі де бейхабар болып шықты. Биыл бітіресіздер, қанша пайыз келесі жыл бітіресіздер. Зерттеп бәрін есептеуге болатын еді ғой. Биыл осының ақшамыз жетіспейді. Оған 10 миллион керек мысалы. 3 миллион қазір беріп жатырмыз. Келесі отырса қалған 7 миллионды береміз деп айтсаңыз, ешқандай сұрақ болмайтын еді. Комиссияның кезекті отырысына дейін облыс әкімінің орынбасары жұмыстың жүйелі жүзеге асырылуын тапсырды. Ал тілдік ахуалды түзету үшін екінші жарты жылдықта аудандар бойынша көшпелі семинарлар тағы да жалғасатын болады. Жансая Айтбекқызы, Марат Таубаев, 77 News. Білім беру стандартын бақылау мақсатында мемлекеттік аттестаттау тұтастай білім беру ұйымы бойынша жүзеге асырылады. Олардың ведомстволық бағыныштылығы мен меншікті нысандарына қарамастан уәкілетті органдар тексеруді жоспарлы түрде 5 жылда бір рет өткізеді. Бұл туралы облыстағы білім саласын бақылау департаменті басшысының орынбасары Амангелді Наметқұловтың қатысуымен өткен брифингте айтылды. Қазақстан Республикасы үкіметінің білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесі 2007 жылдың 24 желтоқсанында бекітілген. Мемлекеттік аттестаттау негізгі 3 кезең бойынша жүзеге асырылады. Ал аттестаттау кестелерін уәкілетті органдар бекітеді. Білім беру ұйымдары бұл тексеруден өтуі үшін бір ай бұрын өзін-өзі бағалау материалдарын бақылау комитетіне ұсынуы тиіс. Сондай-ақ жаңадан құрылған мекемелерді аттестаттау 4 жылдан кейін жүргізіледі. Жамбыл облысындағы білім саласындағы бақылау мемлекеттік мекемесі де жүйелі жұмыс атқаруда. Бұл ұйым 2012 жылдың 1 қыркүйегінде құрылған. Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 59 бабына сәйкес жүргізіледі. Аттестаттау кезінде комиссия құрамына тиісті органдардың өкілдері, білім беру орындары мен олардың бірлестіктері және Қазақстан Республикасының жетекші педагог қызметкерлері енеді. Біз жарты жылдыққа 82 білім мекемелерін жоспарлаған болатынбыз. Оның ішінде колледждер 4-дің бүгінгі күнгі аттестаттаудан өткен 3, өтпегені 1. Мектептер 41 жоспарлаған болатынбыз. Аттестаттаудан өткені 27, өтпегені 14. Балабақшаларды 34 жоспарлаған болатынбыз. Аттестаттау өткені 27, оның ішінде өтпегені 10. Енді мекемелерге 5 әкімшілік іс қозғалып, 15 айлық көрсеткіш көлемінде заңды тұлғаларға, 105 айлық есептік көрсеткіш лауазымды тұлғаларға, барлығы 120 айлық есептік көлемінде әкімшілік айыппұлдар салынған. Жамбыл облысының бірқатар аудандарында жергілікті билікті кадрлық ауыс түйіс болды. Облыс әкімінің өкіміне сәйкес бүгін Жуалы ауданының жаңа әкімі болып Бақтияр Көпбосынов тағайындалды. Бұған дейін Бақтияр Бейсенбайұлы 2013 жылдан бастап Меркі ауданы әкімінің қызметін атқарған. Еңбек жолын 1981 жылы Жамбыл ет комбинатынан сараптаушы болып бастаған. Сондай-ақ облыс әкімдігінің жер қатынастары басқармасы басшысының басшысы да болған. Ал Жуалы ауданынан 4 жыл басқарған Батырбек Құлекеев зейнетке шықса, Меркі ауданының басшысына Бақтияр Көпбосыновтың орынбасары болған Мейірхан Өмірбеков тағайындалды. Өзге де жаңалықтарға Қарағанды облысында қолдан жасалған жарылғыш құрылғыны қолданып террористік әрекет жасамақ болды делінген топ ұсталды. Радикалды топтың бір мүшесі өзін-өзі жарып мерт болды. Ал аталмыш лаңкеспен Ақтөбеде белең алған жағдайдың байланысы жоқ дейді ұлттық қауіпсіздік комитеті. Бұл лаңкестік топ Қарағанды облысы Балқаш қаласы мен Гүлшат елді мекенінде ұсталды. Оқиға 26 маусымда болған. Гүлшат аймағындағы террористердің бірі ұстау кезінде өзін-өзі жарып жіберген. Басқа да құрбандар болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Ұсталған 11 адамның 6-ы тергеу оқшаулағышына қамалып, ал қалған 5-еуі қылмыстық іске куәгер ретінде босатылды. Олардың барлығы Қазақстан азаматтары, сәләфи ағымындағылар. Айта кетерлік жайт, күдіктілердің ең жасы 1987 жылғы, ал ең үлкені 1977 жылы туылған. Кейіннен олардың бәрі экстремистік көзқарасты жақтап, халықаралық террорлық топтарға бүйірі бұрғаны анықталды.
Алматы және Астана әуежайларында Стамбулға ұшатын рейстер кейінге қалдырылды. Естеріңізге сала кетсек, кеше Ататүрік әуе айлағында 2 жарылыс орын алған болатын. Шабуыл нәтижесінде 100-ден астам адам жарақат алып, 41 адам қаза тапқан. Зардап шеккендердің басым көпшілігі ауыр халде жансақтау бөліміне жеткізілген. Әуе компания қызметкерлерінің хабарлауы бойынша Алматыдан Стамбулға жақын арада ұшатын Turkish Airlines әуе рейстері тоқтатылды. Соған қарамастан Air Астана мен Ақтаудан ұшатын кешкі рейстер кесте бойынша жүзеге асырылатын болады. Астана әуежайының онлайн таблосында Стамбулға алдағы ұшу рейс кешіктіріледі деп көрсетілген. Оңтүстік Астана әуежайының ақпаратына сәйкес, сейсенбі күні кешке Turkish Airlines және Air Астана әуе кемелерінің ұшақтары Стамбулдан Алматыға жол тартқан. Бұл жағдай шабуыл алдында да Астана уақытымен 21:08 және 21:55-те орын алған. Сыртқы істер министрлігінің мәліметтеріне сүйенсек, жараланғандар мен қаза тапқандар арасында отандастарымыз жоқ. Оқиға нәтижесінде 3 жанкешті қаза тапқан. Әуе айлақтары жабылып, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Әлемнің түкпір-түкпірінен орын алған оқиғаға бейжай қарамаған мемлекеттер Түркияға көңіл айтуда. Соңғы уақытта еліміздің бірнеше аймағында анықталған Сібір жарасы халықтың үрейін тудыруда. Түйнеме, яғни Сібір жарасы аса қауіпті және жұқпалы сырқаттың түрі. Аталмыш аурудан Қарағанды мен Шығыс Қазақстан облыстарының бірнеше тұрғыны бақилық болғаны белгілі. Жамбыл жерінде де бұл дерт қайталануы мүмкін. Себебі облыста түйнеменің тіркелген 84 ошағы бар. Кезінде бұл орындарға күйдірмеген ауыр малдар көмілген. Ал аурудың қоздырғыштары топырақта 100 жылдан астам өмір сүреді екен. Өңірдегі ахуалды Жансая Айтбекқызы біліп қайтты. Обращаюсь ко всем, передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной больнице умирают больные от сибирской язвы. Нигде мясо не покупать. Мясо зараженного скота привезли, оказывается, на базар. Будьте осторожны, всем сообщите. Бұл әлеуметтік желі арқылы таралған дыбыстық мәлімдеме. Халықтың қорқуына себеп бар ма? Сібір жарасы деген қандай ауру? Мән-жайды білу үшін сала мамандарымен тілдестік. Қазір WhatsApp арқылы елді қорқыту мақсатында хабарлама жүр. Онда қала базарларындағы мал өнімдерін сатып алмаңыздар. Ауру малдар сатылымда жүр деп жалған дыбыстық мәлімдеме таралды. Тұрғындарға айтарымыз, бұған сенбеңіздер. Базардағы сөрелерге қатаң тексерістен кейін ғана жібереміз. Тек көшедегі жабайы сауда сатылымындағы етті сатып алмаңыздар. Олар еш тексерістен өтпейді. Сібір жарасы малдан адамға жұғатын дерт. Түйнемемен ауырған адамның терісі қышып, іріңді дақ пайда болады. Алғашқы белгілері 2-6 күнде біліне бастайды. Қызуы көтеріліп, бас ауырады, денесі қалтырайды. Мұндай кезде науқас тез арада дәрігердің көмегіне жүгінуі керек. Сондай-ақ тұрғындардың санитарлық сауатсыздығы инфекциялық ауруға шалдығуға себеп болып жатады. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеген әлдеқайда тиімді дейді дәрігерлер. Келген малдардың бәрін басы, өкпе бауыры, ішек қарны, ұшасы түгелдей дерлік зерттеуден өтіп, ұшаға клейміне басып, содан кейін сараптама актісі беріледі. Сараптама актісін алғаннан кейін арғы сатуға рұқсат беріледі. Сомнение болған жағдайда ол жерде біз бактериоскопия таңбалау нелерін жасаймыз. Одан арғы биохимиялық зерттеулер жасаймыз. Олған біздерде барлық микроскоп, реактивтеріміз бар, түгелдей дерлік бар. Қай уақытта болса да біз анықтай аламыз оны. Сібір жарасымен ауырған малдар тіркелген жағдайда оның өнімдері толығымен жойылады. Залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп, малмен қарым-қатынаста болған адамдар медициналық бақылауға алынады. Жоспар бойынша бұл очақтардан май-июнь айларында топырақ сынамалары алып, облыстық ветеран зертханаларға өткізіледі. Ол сынаманы тексеріп тұрады. Өйткені бұл Сібір жарасының бактерия 100 жылдап топырақта жата беретіндіктен мүмкін жаңағы кеміргіштер, тышқан нелер арқылы шөппен, қатты жауындар нелерде бактериялары шығып кетпесін деген неде сол зерттеліп тұрады. Және жөндеу жұмыстарын жүргізіліп отырады. Жамбыл ауданы бойынша мал өлекселерін тастайтын 9 биотермиялық шұңқыр бар. Биотермиялық шұңқырлар бәрі типтік үлгіде. Қазір олардың да толық документтер рәсімделді. Экологиялық рұқсаттары алынып, қазір толыққанды барлығы жұмыс істеуде. Және біздің аудан бойынша 2 типтік үлгідегі инсинератор бар, мал өлекселерін өртейтін. Олардың да толық тексеруден өткізіп, қазір толыққанды оларда жұмыс атқаруда.
Түйнеменің белең алатын айлары негізінен шілде-қыркүйек аралығы. Жаз мезгілінің басталысымен індет жұқтыру қаупі жоғары топтағы кісілерге профилактикалық егу жұмыстары жоспарлы түрде жүргізілуде. Биыл да күйдіргіге қарсы 1350 адамға вакцина егілді. Сала мамандарының айтуынша, Сібір жарасына қарсы вакцина жеткілікті. Алайда барлығы ойдағыдай деп отырғанымызда, Шығыс Қазақстан мен күні кеше Қарағанды облыстарында орын алған қайғылы жағдай бізде де қайталанбаса игі. Ең бастысы, сақтықта қорлық жоқ екен ұмытпайық. Жансая Айтбекқызы, Ермек Кеншімбек, 77 News. Бүгіндікке келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Күн сайын 77 News'ты жіберіп алмаңыздар. Алда ауа райы болжамы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.